Баршаңызға қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін өте керемет, ерекше бананнан жасалынатын печеньенің рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Печеньемізге қажетті заттар: ұн, сары май, қамыр қопсытқыш, жұмыртқа, қаймақ қажет. Салмасына творог пен қант және де банан қажет болады. Ал ендеше печеньемізді жасауды бастайық. Алдымен ұнымызға бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Жақсылап екеуін араластырып аламыз. Яғни ұн мен майды жақсылап араластырып крошка жасаймыз. Үстіне бір жұмыртқамызды, қаймағымызды және де азырақ қант қосамыз. Үстіне қамыр қопсытқышымызды саламыз. Енді жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Яғни бізде песочный тесто дайын болады. Қамырымызды мінекей жұмсақ қылып илеп алдық. Осындай тығыздықта шықты. Енді қамырымыздың бетін 5-10 минутқа жауып қоямыз. Енді печеньеміздің арасына салатын салмасын дайындаймыз. Алдымен осы творогымызды бір ыдысқа салып аламыз. Үстіне қантымызды саламыз. Және де бананымызды майдалап турап саламыз үстіне. Бананымызды майдалап турап алдық. Енді шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз дайын болды. Мінекей осылай жақсылап араластырып алдық. Енді қамырымызды алып, формаға келтіріп, печеньелерімізді жасайтын боламыз. Қамырымызды алып, осылай кішкене сопақша формаға келтіріп, майда бөліктерге бөлеміз. Қамырларымызды бөлеміз. Енді мен шамамен көз мөлшерімен жасап жатырмын. Егер сіздерде таразы болса, таразыға өлшеп жасасаңыздар болады. Бөліктерге бөлген қамырларымызды осылай қолымыздың көмегімен сопақша формаға келтіреміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай жасайсыздар. Дайын болған қамырларымызды шетінен алып, оқтаудың көмегімен жаямыз. Осылай жоғары төмендеп жаясыздар. Сопақша қылып, яғни бананның формасына келтіру үшін осылай жаямыз. Осылай жайып алдық. Енді бір шетіне салмамызды саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай орайсыздар. Кішкене дөңгелетіп аламыз. Осылай бананның формасына келтіреміз. Тағы да бір көрсетейін сіздерге. Бір қамырымызды алып, осылай оқтаудың көмегімен сопақша қылып жайып шығамыз. Барлық жерін біркелкі қалыңдықта жаямыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді арасына салма
Енді ақырындап ораймыз. Дәл осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай орайсыздар. Кішкене қамырымызды 1-2 рет осылай аунатып аламыз. Осылай бананның формасына келтіреміз. Дәл осылай барлық қамырларымызды жасап шығамыз. Печеньелерімізді осылай бананның формасына келтіріп алдық барлығын. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта, яғни қызарғанша пісіріп аламыз. Печеньелеріміз бетіне ыстықтай осындай сахарный пудра себеміз. Банан қосылған, формасы да бананға ұқсас, печеньеміз дайын болып шықты. Өте әдемі, керемет болып шыққан. Сіздерде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады. Арасын бөліп көрейік. Песочный тесто, арасы жүп-жұмсақ, шаймен ішкенде керемет печенье. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Себебі менде күнделікті қарапайым керемет рецепттер шығады.